Привет, Тустапчик. Короче, менің сестренкамның бетін бояйтын боламыз. Мен жалғыз істемеймін сестренкама. Жалғыз істемеймін. Короче, қазір біз 15 тамшымен істейміз. 15 тамшымен істейінше еще ұсақ көп макияжбен емес, осы шақ макияж. Осылармен осы 4 макияжбен істеңіздер деп жарайды істейгенді. Сестренкаңыз бар ма, соған істеңізші деп маған жазады екен көптеген адамдар. Короче, енді атыңды тастырып кет, сестренка. Менің атым Айша. Бұның аты Айша. Короче, бұғандамыз. Аз макияж істейін деп жатырмын. Өйткені айтып жатсыздар сіздер. Көп макияжбен көп видеолар кетеді, енді аз макияжбен істеңіздер дейді. Короче, істейміз. Келіп отыр Айша. Біріншіден біз неден бастаймыз? Жоқ, мынадан бастайық та. Бұл екеуі бір ғой. Еще мынандай мен осылай спонжым бар. Біз там істейміз. Түскесіміз. Бар. Панкек болып кетті. Айбай өркеп көп қой. Мынаны азайтып аттым мен ол жерде. Не береді десей? Кел. Біреу. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, бітеу, 8, 9. Үштен оғы жүрсей? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, давай яқын 15 екен қыдырады. Короче, 15 жасадым. Мынаны жақсы жасайық, қолыңа кеш, қолыңа жағайын. Қолыңа жаға салайық, достар. Кел. Дым қалдырмау керек қой, енді берейді істеген бар менде. Маған өзде айтып жүреді, сенің подружкалар бар ма дейді, тиктоктағы бар дедім, конечно. Ой, ютубтағы деген. Ютубтағы деп айтты. Мені боянды жандай тамшылармен түсіреді екенсің ғой деп айтады екен маған. Айтады осы. Сестренкам айтады. Подружкам ғой оны. Қарашы. Қасыңды да түзейміз. Тұстарынан екі жағым бар. Короче, наяғы стрелка, наяғандай қас түзейтін ғой. Кейін деп істейік та, Айша. Короче, маған қара. Осылай істейік, достар. Маған айтыпсыздар, осы сестренкаңызға істеңізді деп. Короче, сен оқиғаңды айтып бер енді. Достардың іші пісіп кетеді ғой екен. Менің оқиғам жасар. Айтай бер. Қорқыныштың бірдеңе айтуға болма ма, несі? Болады. Достар бізден қорқпайды ғой, достар. Бұрында мен андай басқа үркен Асимай деген подругам болды ғой, білесің ба? Иә, Асимай мана. Иә, үркен Асимай, солар емес па? Олар өзінің андай керек емес машинасында отқан. Сосын бар емес па? Олар подругасымен отқан ғой, оқиғаны маған айтып берген. Сол оқиға қасында мен де отқанмын. Сосын андай оның тәтесінің, Аяжан деген тәтесінің подругасы болған бір. Сол подругасымен отқан. Сол кезде Аяру осы машиналарын керек па деп айтқан. Содан кейін ол деген машинаның алдына отырайын жатқан кезген талып қалған. Сосын көбісі тұр деп жатыр. Сосын оның түсінде болған білмеген. Содан кейін ол деген тәтесінен тұршы деп көп рет айтады ғой енді. Көбісінде солай айтады. Содан кейін сосын ол деген андай тәтесімен өзінің түстері бірде болған екен. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, Сен айтсай. 10, 11. Мен достарға қатыспаймын ғой, менің бетімді оятқан жоқпын ғой мен. Сен айтасың ғой. Доказа тағы да айта бер болғандар. Екіншісі деп айта берсей. Ал екіншісі мен ең қорқынышты оқиғам. Мен саған оны айтып бергем, Асмай. Айтқан жоқсың маған. Айттым. Сен маған оқығанымды айтқан жоқсың. Айтшы давай. Бұрын андай жақында ғой енді кеше. Енді кешенің екінші күні ғой. Сол кезде бар емес па? Мен ұйықтап отқанмын сол кезде. Менің мамам андай тағадан келе жатқан сосын ол өз бөлмесіне кетіп қалған ғой мамам енді. Мен ол кезде білмегенмін, ұйықтап жатқанмын. Сосын оянып қалдым, бір ыдыстардың дауысы қатты шығады. Сосын ешкім естімейді, мен құлағымды қатты естиді ғой мен енді. Андай не құлақ қой қатты еститін. Содан кейін мен андай мамам бар деп ойлап туалетке бара жатқандай болғанмын ғой мен. Сосын су жуып алайын дедім. Содан кейін барған кеткенде ол жақта ешкім жоқ. Бір қараңғы сияқты адам болып тұрды ғой. Көз көргенге не көрінеді дейді. Иә. Көз көргенге не көрінеді дейді. Атымды қалай беремін сонша. Дыбыс. Қорқынышты мен көп көрем қорқынышты оқиғаларды бар емес па? Судан андай ыдыс құлап сөйтеді ғой. Маған тиіспек қой, сөйтіп тұра берсін. Соны достар өзім әдейі осылай қойып қойыватырмын, күлкілі деп айтпаңыздар. Я осылай. Нормально маған көрінсе. Нормально. Татырсыз кім не істеп жатыр? Короче, ештеңке айта бер оқиғаны жалғастырып. Мен көрген оқиғам деген пәліштегі оқиға, әжесі мен баласы. Ата-анасы, сосын папасы. Содан кейін андай күлгін терезе деген бар. Содан кейін тағы біреу бар, андай человек окно дегенді білетін шығар көбісі енді. Енді пәліш дегенді айтып берейін. Бұрында бір ұл әжесіне барғысы келген. Андай ол тірі болған. Ол тірі болған. Содан кейін ол ата-анасымен сұраған, мама, папа, әжең үйіне барайықшы деп. Содан кейін барғанда андай әжесі бар емес па? Істеген ғой. Әжесі базарға кетіп қалған, сосын мамасы сонда үйінде бір әже сияқты болған ғой. Әже сияқты болған ғой. Құбыжық болған бірақ. 7, 8, 9, 10. Құбыжық болған бірақ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada. Содан кейін оның әжесі базарда болады. Сосын оның өтірік әжесі базарда болғаннан кейін бір басқа құбыжық сияқты адам емес қой, енді әжесіне ұқсайтын. Әжесі айнайды, бірақ очки ұқсайды. Достар енді келесі осындай бізде қасы дейтін. Әжесіне жаман қатты ұқсайды ғой. Әжесі емес екенін білмеген. Сосын әжесіне сұраған, әже маған бәліш деп бересіз бе деп айтқан. Содан кейін мамасы мен папасы келген. Не істеп отырсың бір өзі деп айтқан. Әжемен сөйлесіп отырмын дейді. Сосын мамасы мен папасы әже жоқ қой, көрініп жатқан шығар деп айтады. Содан кетіп қалғаннан кейін әжесі дәрі алдында тұратын. Сосын бәліш болғаннан кейін ішінен үш бұрышты бәліш бар емес па? Соның ішіне бір қол сияқты бірдеңе тұрады. Соны шығып кетеді, атып әже деп қатты айғайлайды. Содан кейін әжесі есікті алдында тұрған, аяқ киім шешіп сөйтіп тұрған ғой. Сол кезде әжесі келіп қалды. Балапан-ау, не болып қалды деп, бір құбыжық алдымда тұрды деп сөйлеп айтады. Сосын кім құбыжық деп айтты. Бір қорқынышты, бір саусақ сияқты бірдеңе тұрды деп айтады. Содан кейін сол ең қорқынышты оқиғаның бірі емес енді. Бір емес, басқа да қорқынышты оқиғалар бар. Күлгін терезе дегенді айтып берейін енді. Күлгін терезе деген ешқашан күлгін светильник сондай алмаңыздар. Өйткені ана үйде бар ғой сол. Қай? Біздің ана арт жақта тұратын сен көрші. Сол
Біреу, айтасың сосын. Біреу, екеу. Достар тұра берсін. Анда достар не істеп жүрем достар. Не істеп атсың істеп? Бірсіңе? Достар қазір жағылайын ба? 15 рет. Короче, достар, мен еліне жақпаптың ба? Топаспен шақтасам. Екінші чест болмайды достар, достардың арқаларында. I love you, достар. Для тебя, чтобы поиграть шах үстінде шах. Мен бітіне осындай жақпаған екенбіз ғой. Сүтетін бар ма? Үстіне масы тесаш. Неге наған сүртіп атсың? Тапасың ба? Үстіне сүрт. Кет қыра? Достар қазір еліне дұрыстап жағылайындар. Мен қаттырақ емес, осылай кішкентайлап істеп жатырмын. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Оған біз істейміз едік қой. Біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу. Интеллигенция болып әкесін ажырыш. Енді мен айтай бір. күлгін терезе деген айтып берейін. Бұрында бір бала ата-анасымен жүреді ғой. Сол кезде олардың мамасы күл алып келеді. Сосын оған жарық сондай керек, бірақ ол кезде қыс болған. Күн ондай шықпаған. Енді біздікінде ғой, енді күн ештеңе шықпаған. Сол кезде мамасы күлгі светильник алып келген. Сол кезде күлгі светильник болады. Олар да болған. Сосын бармыз ба көршісіне қарап отқан. Сол кезде күлгіні өздерінің сияқты күлгіні светильник болатын ғой. Көбісінде күл бар ойында. Күлгіні светильник алмақтың ойында өткені. Не қойында? Ненормальный. Ненормальный. Көршісінде қарағанда, ол базарға көршісін көрген ғой енді адам. Магазинге кетіп баратқан екен. Кетіп баратқан. Сосын үйінде біреу бар сияқты болды, лупамен қараған. Сол кезде бір құбыжық жыртып жіберді. Көршісінің үйіне барады. Ой, Айша, не істедің құттың ғой? Баратқан кезгенде бір көршісін көреді. Сіздің үйіңізде біреу бар деп айтқанда, ешкім жоқ дейді. Жаймен айтшы. Ешкім жоқ дейді. Сол кезде бар емес па? Кім ол? Нет, ұмытқаным ғой. Ол деге көршісін көреді, айтады, сіздің үйіңізде біреу бар деп. Сіздің көршісі айтады, менің үйімде ешкім жоқ дейді. Сол кезде үйіне келгенде, үйінде шынымен ешкім жоқ болып тұрды. Оқиғаны мен білем. Сон тағы ол көзіне қалды менің. Сол кезде ол деген шкафты қараған кезгенде, ішінен сол құбыжық ат шықты ғой. Сол кезде тағы бір человек в огне деген бар ғой. Соны айтып берейін. Көбісі біледі. Ал достар, біздің осымен видеомыз аяқталса, сіздер лайк, комментарияларыңызды мынандағы жүріңіздер. Кәдімгідей. Енді айта берейін ба? Жоқ. Болмайды. Всем привет! Всем пока!